Құрметті автосүйер қауым, бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен Мадияр. Біз бүгін Барс базарына келіп отырмыз. Алматы қаласындағы, мына Қаскелен маңындағы орналасқан бұл көлік базары. Бүгін 2 шілде 2023 күн жексенбі. Әдеттегіндей бүгін 2 видео шығады. Арзан қатар және қымбат аралас қатарды көрсететін боламыз. Достар, осы видео пайдалы болған болса, астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий қалдырып отырыңыздар. Ал біз видеомызды көп созбай жұмысымызды бастаймыз. Жұмысымызды бағалап, астына лайк басып кетіңіздер. Кеттік. Сонымен, құрметті көрермендер, мына Nexia-дан бастайық. Nexia автокөлігі бағасы келісімді деп тұр. 1.6 механика, 2.3 екен бағасы. 2.3 телефон номер назарларыңызда. 130 мың шақырым жүріп тастаған дейді бұл автокөлік. Есік терезесін бәрін ашып қойған екен, механика қорапта. Автокөліктің жағдайы жаман емес. Көріңіздер, осындай көлік іздеп жүрген кісілер болса, көлік иесімен хабарласпаңыздар. Сонымен алдымызда назарларыңызда ВАЗ-21-14 4К деп атайды халықтың арасында. 2011 жылы шыққан екен. 2011 қоя? 2011. Мынау өздеріңіз байқасаңыздар, капот бәрі андай жасалынған. 17 регион мен екен. Телефон номерін көрсетіп жіберейік бұл автокөліктің. Осы номеріне хабарласып, көлік иесімен келісіп, осындай көлік іздеген кісілерге осындай варианттар бар. Бағасы қанша жалпы? Келісім бар дейді. Енді көлік иесімен өздеріңіз сұрап хабарласып жатарсыздар. Бағасын білем десеңіздер. Көліктің жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен достар, Subaru Legacy көріп тұрмыз мына жерде. Біреуі сұр түсте, біреуі қоңыр түсте, Legacy. Осындай әдемі сұр түсте, қималы дискісімен, 97 жылғы екен. 2 қозғалышымен, автомат. Телефон номер назарларыңызда. Сұрап тұрған бағасы 2.7 келісімді дейді бағасы. Универсал, енді мына Subaru оң жақ рөлімен есігі ашық екен. Велюр салонда автокөлік. Арт жағынан бір көрсетіп жіберейік. Негізі жақсы машина Subaru'ларды. Төбесінде рейлингі бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Дәл қазында тағы бір парковымен, тура осындай төбесінде люгімен, тағы бір Legacy тұр, Subaru. Бір айырмашылығы рулі сол жағында екен. Қозғалышы сол 2, автомат. 2-де 2 екен. Мұнаның қозғалышы 2 екен. 2 деп жазып тұр. Мұнаныңки 2-де 2 екен, достар. Мынау 97 болса, мынау 95 екен. Сұраған бағасы 2.6 сұрап тұр екен. Телефон номерін көрсетіп жіберейік. Осы номер телефонына хабарласып қойыңыздар. Салоны Бұлғар екен, айырмашылығы. Мына Legacy'дің салоны велюр болғанмен, мынау қоңыр түстегі Legacy, сол жақ рулімен. Салоны Бұлғары. Көріңіздер, көліктер ұнаған болса, хабарласып қойыңыздар. Келесі көлігіміз Mazda Cronos 94 жылға 2 механика екен. 1.550 номер телефон назарларыңызда. Төбесінде люгі бар. Осындай Cronos сұр түстегі қималы дискісімен, хетчбек түрдегі 08 регионмен. Көріңіздер, достар. Көлік ұнаған болса, хабарласып қойыңыздар. 2 миллионға келесі көлігіміз 2012 жылға 1.6 механикасымен Lada Priora автокөлігі. 2 миллион деп жазып қойыпты. Телефон номер назарларыңызда. Уалейкум ассалам. Грант алайын дедіңіз бе? Мен алмайым ғой, досым. Біз халыққа көрсетеміз. Сіздер сатасыздар, сіздер сатушысыздар. Біз реклама жасаймыз. YouTube каналда. Дұрыс. YouTube'ымыз бар. Осындай достар,
Артында парковы бар. Lada Granta автокөлігі. Жаңа Priora деп шатасып кеттік. Lada Granta. Темір дискісімен, қыстық резинада тұр автокөлік. Қанша деп тұрсың, бауырым? Жалпы болатын жері. Рек жасайтын жері бар, түсіріп берем. Өшім Жасағанда мынандай ғой мінекей. келісім бар дейсің ғой. Наны жасау керек. Ручкасын бар, тұтқасын. Сосын волюментерін ауыстыру керек. И новый 4 свеча, 4 колодкасы бар. Проводы бар. Багажда жүреді. 2012 жылға. Өшім келісім бар. 1.8-ге дей ма? 1.8-ге берем деп тұр. Көріңдер достар. Осындай вариант іздеп жүрген кісілерге осындай варианттар бар. Сонымен достар, тағы да бір Грантаны түсіріп жіберейік. Қасында тұрған Lada Granta 2012 жылға 1.5 қозғалышымен механика қорапта 2.250.000 деп жазған екен. Телефон номер назарларыңызға көрсетіп қояйық. 8747 847 0045 телефон номеріне хабарласып бүкіл мәліметті көлік иесінен сұрап біліп алсаңыздар болады. Көліктің жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен арзан қатардағы Барс базарында тұрған тағы да бір көлік түсірейік. Газ бензин 93 жылға автомат екен. 93 жылға. Camry 10-дық назарларыңызда, 2.4 қозғалысымен. Телефон номер назарларыңызда. Автомат қорапта бұл автокөлік. Қималы дискісімен 2.2 қозғалысымен екен. Құрметті достар, көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен сұр түстегі Audi, әйгілі Audilердің бірі S4 автокөлігі 94 жылғы 2.3 қозғалысымен механика 1.750.000 сұраған бағасымен. Телефон номері назарларыңызда тұр. Автокөлік 1.700.000-ге берем деп тұр иесі. Келісім бар екен. Иесімен хабарласып, сөйлесіп көрсеңіздер болады. Көліктің жағдайы негізі жаман емес. Сүйегі діл аман сияқты. ДТП ешқандай не авария болмаған дейді. Өзінің завод бояуында екен. Көріңіздер достар, осындай варианттар бар. Көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, қатарынан түсіріп жатырмыз арзан қатарда. Видео пайдалы болып жатса, астына лайк басып отырыңыздар. Сонымен назарларыңызда 92 жылғы Mercedes E-ка E300 деп жазып қойған екен. 3 қозғалысымен автомат. Мына жерінде алдың әйнегі ішіне шытынап кеткен екен. 3.4 сұрап тұр бұна автокөлікке. 92 жылға автоға қымбат па? Оны пікір қалдырып айтарсыздар. Автокөліктің жағдай осындай. Қыстық резинамен тұр екен, қималы дискіде. Автомат қорапта. Автокөліктің жағдай осындай. Төбесінде люгі бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Келесі көлігіміз тағы да бір 10-дық көріп тұрмыз. Toyota Camry 10-дық седан түрдегі 1.900.000 сұрап тұр екен бағасы. Телефон номер 37 773 83 30 номеріне хабарласып қойыңыздар. 92 жылға 3 қозғалысымен механика қорапта автокөлік. Camry 10-дық F6 3 қозғалысымен. Достар, көріңіздер, осындай вариант іздеп жүрген болсаңыздар, көлік иесімен хабарласып қойыңыздар. Сонымен тағы да бір Camry көріп тұрмыз назарларыңызда. 91 жылға 3 қозғалысымен бұл Camry'де 3 екен. 2.200.000 деп тұр. 2.200.000 телефон номер назарларыңызда. Автомат қозғалысымен жаңағы автокөлік механика болған. Алдындағы десятка 10-дық, мынау автомат екен. Көріңіздер, көліктің жағдайы осындай. Хабарласып қойыңыздар. Сонымен тағы да бір Lada Priora көріп тұрмыз назарларыңызда. 12 жылға 1.6 механика қорабымен телефон номер назарларыңызда. Бағасы келісімді дейді.
автокөлікті айналдырып түсіріп жіберейік. Lada Priora осындай әдемі ақ маржан түсте 12 жылға. Бағасы белгісіз. Көлік иесін таппай қойдық іздеп. Капотын ашып кеткен. Енді жаңағы номер телефонына хабарласып, бүкіл жағдайды иесінен біліп алсаңыздар болады. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен тағы да арзан қатардағы бір көлік көріп тұрмыз. Volkswagen Jetta 91 жылға 1.8 қозғалтқыш, автомат қорап, 1.8 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер көрсетіп қойдық экранға. Велюр салонда автомат қорабымен. Автокөлігі ашық екен. Шын жағдайын бір көрсетіп жіберейік. Шын жағдайы кәдімгі қалыпты. Құймалы дискісімен, артында парковы бар екен. Volkswagen Jetta автокөлігі. Көріңіздер, осындай көлік іздеп жүрген болсаңыздар, көлік иесімен хабарласып қойыңыздар. Алдымызда Nissan Safira достар, 95 жылға 2 автомат, 2 қозғалышымен транзиттік номермен тұр автокөлік. Ақ түсте, осындай әдемі ақ түсте екен. Телефонын алыстан айтып жіберейік. Енді 877 315 45 40 номер телефонына хабарласып қойыңыздар. Көліктің жағдайы өз жылына жақсы, әдемі, таптаза. Есіктерді нық жабылып тұр. Өздеріңіз байқасаңыздар. Көріңіздер, осындай көлік іздеген кісілерге осындай вариант бар. Хабарласып қойыңыздар. Сонымен достар, біз бүгін арзан қатардағы өзі бір ерекше түсірілім болып жүр. Бұндай көліктер түсірмеген әлі. Honda Accord дейді, 96 жылға 2 қозғалышымен автомат. Осы номерға хабарласып қойсаңыздар болады. Құймалы әдемі дискісімен Велюр салонында. Автокөлік седан түрдегі Honda Accord. Көріңіздер, автокөліктің жағдайы жаман емес. Хабарласып қойыңыздар. Golf түсірдеген кісілерге 94 жылға 1.8 автомат. 2 сұрап тұрған бағасымен номер телефонына хабарласып қойыңыздар. Төбесінде люгі бар. Осындай 4 есігі бар. Көліктің жағдайы жақсы. Golf сүйер қауым, көріңіздер. Осындай көлік іздеген болсаңыздар, хабарласып қойыңыздар. Сонымен арзан қатардағы 91 жылғы Mitsubishi Galant автокөлігі. Ешқандай мәлімет жоқ, тек қана телефон номерін қалдырып кетіпті. Соны көріп сіздерге айтып жіберейік. 837 222 0164 телефон номеріне хабарласып қойыңыздар. Айтпақшы, бағасын жазып қойыпты, 1 800 000 деп. Велюр салонда, механика қорапта. Осындай галант сүйер қауым болса, хабарласып қойсаңыздар болады. Көліктің жағдайы өз жасына 91 жылға галантқа жаман емес. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен келесі көлігіміз Volkswagen Passat 90 жылғы екен. 1.8 моно, 1.5 қозғалышымен, 1.5 қозғалыш деп, 1,5 миллион, 1.8 қозғалышымен. 877 735 57 72 номеріне хабарласып қойсаңыздар болады. Төбесінде рейлингі бар. Механика, Велюр салон, қарапайым темір диск, артында паркоп. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен мына капот ашық тұрған Nissan Maxima көріп тұрмыз. 2.100.000-ге бағасы 2.100.000 деп жазып қойыпты. 8747 636 84 34 номеріне хабарласып қойсаңыздар болады. Көліктің жағдайы осындай. Велюр салон, механика қорап, құймалы диск. Автокөліктің жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса достар. Сөйтіп достар, біз арзан қатардағы видео түсірілім осындай болды. Бүгін Барс базардағы жалғасы бар. Міндетті түрде
қараңыздар. Қазір қымбат, аралас, орташа бағасын мен таныстырып өтетін боламыз. Бұл жердегі бағалар басқа және көліктерде басқа болады. Видео пайдалы болған болса, астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып, арнамызға жазылып тіркеліп кетіңіздер.